достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздермен ең оңай керемет болып дайындалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Дәмі ауыздарыңызда еріп, күшті болып шығады. Бұл торттың диаметрі 18 сантиметр менде. Егер де сіз көлемі үлкен тортты қалайтын болсаңыз, керекті заттардың барлығын 2-3-ке көбейтсеңіз, көлемі үлкен торт болып шығады. Бұл тортқа қалаған креміңізді пайдалансаңыз болады. Мен бұл тортқа қайнатпалы кремді пайдаландым. Дәмінің өзі де нәзік болып, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Содан соң мұздатқыштан алынған сары майымызды ұнға дөңгелетіп алып, үккіштен өткіземіз. Міндетті түрде мұздай болып тұруы қажет. Егер де сары майларыңыз жұмсақ болса, сіздерде үгітілген қамыр шықпай қалуы мүмкін. Яғни орысша айтқанда крошки. Әр сары майды үккіштен өткізетін кезде қайта сары майды дөңгелетіп отырыңыздар ұнымызға. Енді қолымызбен үгітіп шығамыз. Осылай қолымызбен ысқаласақ та болады, әдемі болып қамыр дайындалып шығады. Мінекей, үгітілген қамырымыз дайын болды. Енді бұның үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды салып болған соң, және қолымызбен үгітіп дайындап аламыз. Жақсылап араластырып. Енді осы крошкиларымызды қызып тұрған табамызға саламыз. Алау міндетті түрде орташа болу керек. Ортадан сәл жоғары болса да болады. Барлық қамырымызды салып аламыз, крошкиларымызды. Содан соң төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырып отырамыз. Егер сіздің табаңыздың диаметрі кішкентай болатын болса, сіз 2 табаға бөліп дайындасаңыз да болады. Мінекей, осылай сарғылт, золотистый түс болып қуырып аласыз. Егер де ортасында үлкен-үлкен түйіршіктері жүретін болса, лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен езіп жіберсеңіз болады. Тоқтатпай араластырып тұруды ұмытпаңыз. Сол кезде қамырымызда күйіп кетпейді. Енді тортымызды жинаймыз. Форманың диаметрі жаңа айтып өткенімде 18 сантиметр. Ең алдымен крошкиларымызды салып аламыз. Қалаған креміңізді пайдалансаңыз болады. Менде бұл жолы қайнатпалы крем. Енді кремімізді кондитерлік мешокпен айналдырып, осылай мен видеода көрсеткенде құйып шығамыз. Егер қасықпен салатын болсаңыздар, өзінің формасын жоғалтып алуы мүмкін. Сол үшін де осылай құйылған дұрыс. Енді үстіне және крошкимізді саламыз. Солай барлығын жинаймыз тортты. Ең астына крошки, содан соң крем, және оның үстіне тағы крошки, содан соң ең соңында кремімізді жағамыз. Ең соңында креміңізді жағып болғаннан кейін, ары қарай бетін шоколадпен үгітіп әсемдесеңіз, немесе де басқа да өз ойыңыздағындай әсемдесеңіз болады. Енді холодильникке 1 сағатқа алып қоямыз. Холодильникте 1 сағатта тұрып қойып қойғаннан кейін, енді пышақтың көмегімен формадан босатып аламыз. Егер пышақтың көмегімен формадан босатпай, форманы шешіп алатын болсаңыз, ол кезде тортыңыз бұзылып кетуі мүмкін. Формасы әдемі болып шығу үшін міндетті түрде осылай видеода көрсетілгендей жасаңыз. Енді формадан босатып аламыз. Мінекей, сіз ойлағандай керемет өз формасында әдемі торт болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Кремі де өзі де нәзік болып шығады. Даже істегеннен кейін сіз печкасыз, миксерсіз піскен торт деп ойламайсыз.
жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер, себебі мен алдағы уақытта сіздермен керемет видеолармен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, осы тортты жасап көрген болсаңыздар, сіздерге мың алғыс, рахмет деймін.